Армысыздар, ардақты оқырмандар. Бүгінгі бейнетанымдық сабағымыздың тақырыбы қыз тәрбиесі, ұлт болашағы. Халқымызда ұлды тәрбиелесең, бір отбасын тәрбиелегенің, қызды тәрбиелесең, бүкіл ұлтты тәрбиелегенің деген мақал бар. Тұлымшағы желбіреп, ата-анасының қасында ерке өскен қыз бала ертеңгі өз шаңырағының түтінін түзу түтетер ұйтқысы шамшырағы. Алтын діңгегі мықты болса, ол дара келін, дана анаға айналады. Қазақта қыз баланы қонақ деп қадірлеген, төрінен орын берген. Қызға 40 үйден тыйым деп, барлық қыз балаға қатысты ырымдарды жасап отырған. Жүсіп Баласағұнның құтты білік еңбегінде қыз баланың бойына ізгілікті, инабаттылықты үйрете отырып, сұрағанын бер, мықтап күзет, мұқият қадағала, және уақыты келгенде тұрмысқа бер деген екен. Қоғамның бір бөлшегі отбасы, ал отбасының алтын діңгегі әйел, ана, әжелеріміз. Отбасында қыз баланың тәрбиесінде ананың рөлі орасан зор. Анасына қарап, қызын ал дегендей, ананың бойындағы бар ізгілігі, болмысы, қадір қасиеті қыз балаға ананың сүтімен беріледі. Барлық қазақтың салт дәстүрін, әдет-ғұрпын бойына сіңірген ана қыз баласына үйрете отырып, ертеңгі өз отбасында соны жасауға дағдылау қажет. Қыз бала өзінің отбасында кездескен қандай қиын сәттерде де ең бірінші ақылына сүйеніп, екінші қазақтың салт дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарына сүйенген. Сондықтан қыз баланы әрқашанда дәстүріміз бен әдет-ғұрыпқа баулай отырып, олардың өрісін кеңейтуіміз қажет. Қыз деген сөздің өзі сыпайылықтың, инабаттылықтың, әдеміліктің, сұлулықтың белгісі. Ал қыз бала сондай әдемілікті, сұлулықты барлығын қазіргі заманда өзінің ортасынан, ақпараттардан көре алады. Ал дәстүр мен әдет-ғұрыптарды үйдегі тәрбиеден, үйдегі отбасындағы ананың іс-әрекетінен көре алады. Сондықтан қыз баланы тәрбиелеу барысында, қыз баланың бойына ізгілікті үйрету барысында қазақтың салт дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарының орны орасан зор. Алдағы сабақтарымызда осы қыз баланың тәрбиесіне қатысты салт дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды айтатын боламыз. Назарларыңызға көп рахмет.